Баршаңызға сәлем пайдалы арна көрермендері. Бүгінгі видеомызда тыныс алу жаттығуы арқылы тұмаудан қалай айығуға болатындығын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Жағымсыз әсерден арылуға сізге тыныс алу жаттығулары көмектеседі. Адамның денсаулығы денесінің дамуы мен ойлау қызметі оның дұрыс демалуына тікелей байланысты. Мысалы, сол және оң мұрын қуыстарымен арнайы тыныс алу жаттығулары мидың жұмыс істеуін жақсартады. Шыныққан тыныс алу бұлшық еттер адамның қаншылықты жұмысқа шыдамдылығын анықтайды. Ағзаның суық тию аурулары және басқа ауруларға қарсы тұру қабілетін жақсартады. Дұрыс тыныс алу үшін тыныс алу бұлшық еттерін басқара білу қажет және әрдайым оны дамытып отыру керек. Жұмыста шаршайсыз, ұйқыңыз жиі жағдайда қанбайды, стресс. Осының жағымсыз әсерінен арылуға сізге тыныс алу жаттығулары көмектеседі. Бірінші жаттығу. Бұл жаттығуды күннің кез келген уақытында және ұйқы алдында жасаған пайдалы. Ендеше жаттығуды бастайық. Алдымен мұрын арқылы дем алып, ішіңізден 4-ке дейін санаңыз. Дем шығарып, қайта 4-ке дейін санаңыз. Осы темпті ұстанып, біраз уақыт жаттығу жасаңыз. Жаттығуды біркелкі демала отырып жасау керек. Екінші жаттығу. Стресс кезінде бұл жаттығуды жасаған өте пайдалы. Бір қолды кеудеңізге, екінші қолыңызды ішіңізге қойыңыз. Мұрын арқылы терең дем алып, кеудеңізде түзу ұстаңыз. Минутына 6-10 реттен дем алғаннан кейін жаттығуды 10 минут жалғастыруға болады. Үшінші жаттығу. Ойыңыз шашырап, өзіңізде қалжыраған жүрген болсаңыз, осы жаттығуды жасап көріңіз. Ол үшін мұрынмен кезек-кезек дем алу керек. Өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырыңыз. Оң қолдың бас бармағы мен мұрынның оң танауын жауып, сол жағы арқылы терең дем алыңыз. Енді сұқ саусақпен сол жақ мұрынды жауып, оң жақпен дем шығарыңыз. Осылайша кезек-кезек жаттығуды жалғастырасыз. Төртінші жаттығу. Таңғы уақытта орындауға арналған бұл тыныс алу жаттығуын күн сайын қайталаудан шаршамаңыз. Себебі бұл жаттығуды бойыңызды сергітіп, жұмысқа деген құлшынысты арттыра түседі. Алдымен терең асықпай дем алыңыз да, артынан іштің көмегімен тез, бір сәтте демді шығарыңыз. 10 рет қайталаңыз. Бесінші жаттығу. Енді сергіту сәті. Көзіңізді жұмып, дене бұлшық еттерін қатайтып, 2-3 секундтан кейін қайта босаңсытыңыз. Аяқ саусақтарынан бастап тізе, сан, кеуде, қол, мойын, тіпті көз бұлшық еттерін жаттықтырыңыз. Жаттығу бойы терең, асықпай дем алыңыз. 6-шы жаттығу. Орныңыздан тұрып, аяқты қосып, қолды иыққа қоясыз. Содан соң қолды жоғары созып, оң аяқты артқа жіберіп, басты шалқайтып тыныс алу керек. Қайта бастапқы қалыпқа келгенде демді шығарасыз. Артынша жаттығуды сол аяққа қайталайсыз. Жаттығуды 6-8 рет қайталау керек. 7-ші жаттығу. Тұрған қалыпта қолды екі жаққа созамыз. Отырғанда қолды төмен түсіріп, тізеге қойып тынысты шығарасыз. Сосын қайта демді ішке тартасыз да, бастапқы қалыпқа келгенде демді қайта шығару керек. Жаттығу баяу және орташа жылдамдықпен жасалады. Аталмыш жаттығуды да 6-8 рет қайталау керек. 8-ші жаттығу. Шалқалап жатқан қалыпта қолды бүйірге қойып, аяқты тізеден бүгесіз. Содан соң аяқты түзетіп, жанына қарай созасыз. Ал қайта созғанда аяқты түзу ұстап қосасыз. Жаттығу барысында бір қалыпты дем алып, орташа қозғалыспен 6-8 рет қайталайды. 9-шы жаттығу. Аяқты берге ұстап, қолды мықынға қояды. Кейіннен осы қалыпта тұрып, секіріп, аяқтың арасын ашу керек. Қайта секіріп, аяқтың арасын қосасыз. Жаттығуды орташа жылдамдықпен бастап күшейтуге болады. Жаттығуды бір қалыпты терең тыныс алып жасайды. 4-5 рет қайталау жеткілікті. 10-шы жаттығу. Тұрған қалыпта орындықтың арқасынан ұстап немесе қолды бүйірге қойып, әр санағанда аяқты кезекпен алға, артқа сермейді. Тыныс алу бір қалыпты болу керек. Жаттығуды осылайша 4-5 рет қайталаңыз.